1930 жылдары қазақ даласында болған қанды қасірет Шымкентте осы зұлматты бір ғана мүсінге сыйдырған музей бар. Бұл саяси қуғын-сүргін құрбандары музейінің бас экспонаты. Авторлары белгілі мүсіншілер Еркін Мергенов пен Ермек Бекжанов. Келушілерді ерекше баурайтын да осы туынды. Себебі әр ракурсынан бөлек тарих ашылады. Төмен жағында 5 жұлдызды байқаймыз. 5 жұлдыздың астында өте арық қансырап жатқан бірнеше адамдардың мүсіні бар. Ол адамдарға қарайтын болсақ, біз кішкентай баланы да, ер адамды да, әйел адамды да көре аламыз. Оның авторлардың жеткізгісі келген ойы, бұл саясаттың жөргектеген сәбиден еңкейген қартқа дейін ешкімді аямағандығын көрсеткілер келген. Мүсіннің орта бөлігі қазақ халқының сол замандағы зиялы қауымын бейнелейді. Бір қолы кесілсе де, екінші қолымен азаттыққа ұмтылған адам бейнесін көруге болады. Ал басқа ракурстан қарайтын болсақ, беті кеңестік тумен жабылып тұрған адамның мүсіні бар. Енді келген қонақтарымыздың да алатын әсері және авторлардың жеткізгісі келген ойы да ол еркіндік күннің шектеулі болуы. Яғни ешкімнің өз ойын ашық айтуға мүмкіндігі, құқығы болған жоқ. Ал ең жоғарғы бөлігі ату жазасы атқарылған қабырға мен оқ іздері түскен кірпіштер. Ол сол кездегі халықтың басына түскен ауыр кезеңнен хабар береді. Десек те кітап ұстаған бейне барлық қиындықты еңсеріп, тәуелсіздікке ұмтылған рухты көрсетеді. Осынау зұлмат заманда тек оңтүстікте 7 мыңға жуық азамат қуғын-сүргінге ұшырап, оның 2,5 мыңнан астамы ату жазасына кесілген.